Таңғы астың пайдасын біле тұра, бір тілім нан жемей жолға шығатын сәттер болады. Егер денсаулығыңызды дұрыстап, артық салмақтан арылып, күні бойы өзіңізді жақсы сезінгіңіз келсе, таңғы асты ұмытпау қажет. Таңғы асқа көбіне жеңіл әрі тез дайындалатын тамақ жеген дұрыс. Ал оның ең таптырмасы жұмыртқа. Ғалымдар жұмыртқаның пайдасы туралы көп айтады. Соның ішінен бірер қызықты деректерді жинап көрдік. Тойымды. Жұмыртқаның құнарлы екені бәріне белгілі. Оның құрамында дәрумендер, минералдар, жоғары сапалы ақуыз бен пайдалы май бар. Бір жұмыртқаның өзінен А, В2, В5, В12 және селен дәрумендерін табуға болады. Бұған қоса аз мөлшерде кальций, темір, калий, мырыш, марганец сияқты пайдалы минералдары да бар. Сол себепті жұмыртқа тойымды келеді. Ірі жұмыртқа 77 калория, 6 грамм ақуыз, 5 грамм пайдалы май және көмірсудан тұрады. Қан құрамындағы холестеринді ретке келтіреді. Жұмыртқа жоғары холестеринді өнім саналады. Оның құрамында 212 миллиграмм холестерин бар. Бірақ бұған қарамастан жұмыртқаны тұрақты пайдалану қан құрамындағы холестериннің артуына түрткі болмайды. Холестерин артерияда жиналып, қышқылданғандықтан ағзаға зиян келтіреді. Алайда жұмыртқаның құрамында холестеринді тез ыдырататын антиоксиданттар көп. Жұмыртқа ақуызға бай. Адам ағзасы ақуызды синтездеу үшін 21 түрлі амин қышқылын тұтынады. Оның 9-ын ағза өздігінен өндіре алмайтындықтан күнделікті жеген тағамымыздан алынады. Ал жұмыртқа амин қышқылы мен пайдалы ақуыздарға өте бай. Көзге пайдалы лютеин мен зеаксантин көз торында жиналып күн сәулесінен қорғайтын антиоксидант. Осының арқасында көз аурулары асқынбай, сары дақ нашарламайды. Күнде бір жұмыртқа жеген адамның 4,5 аптада қан құрамындағы зеаксантин 114-142 пайызға, ал лютеин 28-50 пайызға артады екен. Салмақты тастауға көмектеседі. Жұмыртқаның құрамында ақуыз бен май көп болғанымен көмірсу өте аз. Сондықтан жұмыртқа тойымды келеді. Рационыңызға жұмыртқаны қоссаңыз, салмақ тастауға болады. Өйткені жұмыртқаны аз мөлшерде жесеңіз, тойғаныңызды сезесіз. Ең бастысы жұмыртқаны шикідей жемеген дұрыс. Жоғары температурада қайнағанда жұмыртқадағы бактериялар жойылады. Сонымен қатар, жұмыртқаны қайнатқанда оның толық піскенін мұқият қарау қажет. Себебі шала піскен жұмыртқаны бірнеше сағаттан соң жеуге болмайды. Мысалы, жұмыртқаны ертеңге деп түнде шикілеу етіп қайнатқан болсаңыз, таң атқанға дейін оның ішінде бактериялар көбейіп, ол асқазан ішек жолдарына зиян келтіретін болады. Әсіресе жұмыртқа ерте жастағы балалардағы аллергияның себебі болуы мүмкін. Себебі жұмыртқада ақуыздар бар. Егерде ағзада ақуыз мөлшері көп болса, зат алмасу процесі бұзылып, бүйректің қызметіне кері әсер етеді. Сондықтан күніне 2 жұмыртқадан артық тұтынбаған дұрыс. Сонымен қатар, жұмыртқа құрамында холестерин көп. Сондықтан қанында холестерині жоғары адамдарға шамадан тыс жұмыртқаны тұтынуға болмайды.